ең сорлы мақлұқ. Күндердің күнінде Мұса пайғамбардың көңілі өсіп, Алланың менен де өткен сүйікті құлы бар мекен деп ойлайды. Сол сәтте ұлық Алла оны сынаққа алып: «Әй Мұса, бір ай уақыт берем. Маған дүниедегі ең нашар, ең сорлы, ең мүсәпір, ең бейшара мақлұқты тауып әкел» деп бұйырады. Мұса дала мен қаланы кезіп қаңғып кетті. Оған жолда аяқ қолы жоқ мүгедектер де, қарып қасерлер де, ұры қарлар да, жарлы жақвайлар да, жезөкше әйелдер де кездесті. Бірақ оларды ең сорлы мақлұқ деп тануға батылы бармады. Бір күні Мұса көлеңкеде дамылдап отырып, үсті басын бит бүрге басқан, терісі қотырланып, жүні түсіп қалған, түрі ұсқынсыз бір кәнден иттің жуынды жеп жатқанын көреді. Алланың ең сорлы мақлұғы не де болса осы болар деп, итті ұстап алып, мойнына жіп тағып, Тұр тауына қарай жетектей жөнелді. Орта жолға жеткенде Мұсаға ой түсті. Кім білсін, ұлық Алланың алдында мұның да қадірі бар шығар. Алла тағаланың оны нендей хикметпен жаратқан мен қайдан білем? Құдайдың алдында оның менен артық болып кетуі ғажап емес деді де итті босатып жіберді. Ұлық Алла: «Я Мұса, менің тапсырмам не болды, таптың ба?» деп сұрады. Мұса: «Өзімнен сорлы ешкімді таба алмадым» деді. Сол кезде ұлық Алла: «Құлым, сені менің пазылым сақтады. Егер орта жолда қотыр итті босатпай алдыма әкелгеніңде, пайғамбарлықты сенен алар едім. Онымен қоймай, өзіңді қотыр итке айналдырып қорғылар едім. Енді пайғамбарлық міндетіңді жалғастыра бер» деп риза болыпты.